Римдиктерге арналған хат 6 тарауды 8-14 аятқа дейін оқиық. Ендеше біз Мәсіхпен бірге рухани өлгендіктен, онымен байланыста өмір сүретімізге кәміл сенеміз. Себебі өлімнен тірілген Мәсіх енді қайтып өлмейді. Бұдан былай өлім оған билігін жүргізе алмайды. Мұны білеміз. Мәсіх өлгенде күнәға біржола жоқ болды. Енді ол Құдайдың құрметі үшін өмір сүреді. Сендер де өздеріңді күнәға жоқпыз, енді Құдайдың құрметі үшін Иса Мәсіхпен тығыз байланыста өмір сүреміз деп есептеңдер. Сондықтан күнә ажалды тәндеріңді билемесін. Яғни тәндерінің күнәлі құмарлықтарына еріп кетпеңдер. Дене мүшелеріңді күнә жасау үшін қолданып әділетсіздіктің құралы етпеңдер. Қайта сендер рухани өлімнен шынайы өмірге өтіп келдіңдер. Сондықтан өздеріңді Құдайдың қызметіне арнап, дене мүшелеріңді де оған бағыштап, оларға әділ істер істетіңдер. Күнә сендерге билігін жүргізбеуі керек. Себебі сендер енді Таурат заңына емес, Құдайдың рақымына бағынасыңдар. Бүкіл адамзат күнәға батқан күнәһарлар Исамен бірге айқыш-ағашта өлді деп санаймыз. Біз Құдайда тірі адам болдық. Біз өз-өзімізге күмән шығаратын адам емеспіз. Біз тек қана құрал сияқты. Сол құралды кім қолдайды? Мүмкін өз-өзімізді шайтанға қолына берсек, онда құтқарылғаннан кейін біз шайтанның құлы боламыз, құралы боламыз. Біз өзімізді күнәға береміз ба, әлде Құдайға береміз ба? Біз қалай өмір сүреміз? Күнәнің құлы, әлде әділдіктің құлы болып өмір сүреміз? Біз жаман, нашар, түнек өмір сүре аламыз. Бірақ құтқарылу алған кезде біздің жан дүниеміз қуанышқа батады. Біз қуанамыз, рахатқа бөленеміз. Біздің өміріміз сондай ғажайып өмір болады. Ол Құдаймен бірге. Адам құтқарылғаннан кейін Құдайдың сөзіне қарамасақ киелі кітапқа, онда күнәға батуға бізде сондай мүмкіншілік болады. Біз қателесеміз, депрессияға кіреміз, және де өзіміздің құмарлы ой саналарға кіріп кетеміз. Сол білуіміз керек. Біздің жан дүниеміз құтқарылған кезде ол қуанады, рахатқа бөленеді, бірақ уақыт өткесін ол қайтадан күнәға батып кетеді.